Дулат Исабеков. Сүйікші. Желтоқсанның ызғарлы күндері де басталды міне. Суық түсіп, даланы қырау көмгелі үндеместің сарыба қайта қозып, сүйегі сырқырап, кей күндері күн шыққанша жылы төсегінен тұрғысы келмей жатып алатын болды. Өзінің анадан шыр етіп туып, азан шақырып қойған аты тұңғыш болса да, былайғы жұрт оны ауыз ашпас тұйық мінезіне қарап үндемес атап кеткенді. Бұл қосалқы ат өзіне қашан тағылды, кім тақты, ол жағын ешкімде, тіпті тұңғыштың өзі де білмейді. Осы бір кішігірім шаһарға ол қашан келді, қайдан келді, оны да сұрап біліп жатқан бір жан жоқ. Бар білетіндері, жалаңаш денесіне киген түйе жүн шекпені, қысы-жазы үстінен бір түспейтін қушиған молашы шал. Өзгелерге ол тек мола қазумен ғана күн көріс жолына түскен бір бейбақ боп қана елестейді, және осы бір кәсіпті тағдыр оның маңдайына өшпесте етіп жазғандай, анадан туғанда басқалар секілді болыс болуды емес, молашы болуды көксегендей көреді. Ол жасының нешеде екенін де білмейді, есептеп те көрген жоқ. Бұл жарық дүниеде аз жасады ма, көп жасады ма, рахат көрді ме, бейнет көрді ме, бағы ашылған ба, соры қайнаған ба, бұл жағында ойлап толғамайтын секілді. Мынау қан базардай құжынаған адамдар тіршілігінде дәулет бар, мансап бар, талас бар, тартыс бар, қайғы бар, сүйініш бар-ау деген сезім оның миына ешқашан кіріп шыққан емес. Ол ештеңеге қызықпайды, ештеңеге жанталасып ұмтылмайды, еш уақыт опынбайды. Ертемен тұрып қолына кетпенімен күрегін, сүйменін алып, қала сыртындағы қорымға қарай ілбейді. Келген бетте сол баяғы бір қалыпты қимылмен жайбарақат жер қазуға кіріседі. Өзекті жерде өлім бар, бұл қаладан күніне 2-3 адам ақырет сапарға аттанып тұрады. Бұған ол да әбден үйреніп алған. Күніне қазатын 3, әрі кетсе 4. Азаннан кешке дейін осы қимылмен ақ бітіп тастайды. Сонан соң әр молаға өзі жатып көріп, тар болса үңгіп, белгісіз марқұмға іштей иманды бол айтады да, үсті басының шаңын қағып, ымырт үйіріле үйіне қайтады. Мұны шаһардағы көп адам біледі, ал бұл олардың бірде-бірін танымайды. Бірақ мұны білетіндердің ешқайсысы, осы бір адамның өзгелер сияқты қайғы қуанышы, күйініш сүйініші, мұрат мақсаты бар болар-ау деп ешқашан ойлаған емес. Білетіндері сол баяғы үндемес қана. Өзгелер үшін бұл ауырмайды, сырқамайды, қатын балам болса екен деп тәңірден тілемейді де, осылай ілбіп жүріп ақырет сапарға аттанғандардың ақтық орнын 2-3 күн бұрын дайындай береді. Және кім болса ол болсын, хан ба, қара ма, мүсәпір ме, кісәпір ме, жас па, кәрі ме, оған бәрі бірдей. Қара жер бәріне жетеді. Тек марқұмның артында қалған ағайын жұрағаты қалай дейді, бұл солай етеді. Онысына алақан жайып ақыда сұрамайды, кім не берсе соны алады, аз берсе налымайды, көп берсе көпсінбейді. Кәрілікте жетіп қалған-ау, әлде түнгі аяз жерге тоң қатырып өткен бе? Ол күректі табанға салып ырғап қалғанда, жүзі тасқа тигендей тық ете қалды. Бар салмағын салып тағы да ырғап көріп еді. Сол жамбасы зырқ етіп, аяғынан жан кетіп қалғандай болды. Денесі түршігіп келе жатқан секілді. Кеше қазып кеткен шұқыр топырағының бетіндегі қырауды ысырып жіберіп, сылқ отыра кетті де, жамбасын уқалады. Кәрі денесі жылы төсекті аңсады. Бірақ жылы оранып жатар уақыт бар ма? Тым болмаса 3-ін бітіру керек. Қыста түсті-ау деді ішінен ол, 2 қазармын, ал 3 ай қиын болады-ау. Күн көтеріліп, әлсіз жылудан жер беті жылт-жылт етіп ери бастады. Ол түрегеліп, сүйменімен қатты жерді 2-3 түйгенде, мұз жарғақтар жарпа-жарпа боп жан-жаққа ұшып түсті. Тоң қалыңдай қоймаған екен деді ол күбірлеп, онысы жақсы болды. Бүгін 3-ін бітірсем. Сәлден соң денесі қызып, жамбасының шаншуы да қайтты. 3-4 сүйім өткеннен кейін жұмсақ топырақ басталып, әрі қарай қазу жеңілдеді. Бір аттам аралықта да айырмашылық бар. Кешегі жердің топырағы қасаңдау еді, мына аранікі борпылдақ екен. Әсте, бейшараның мінезі жұмсақ шығар. Кісі бойына жеткен соң құбыла жақ шеттен ақын бастап кеулей қазды. Моланың қиыны осы. Әуелгіде бір жамбасына жатып қисая қазбасаң оңтайға келмейді. Бір сағаттай уақыт өткенде ақымда бітуге таянып, ол сыртқы үйге шықты, бетінің терін сүртіп қараңғы көрге үңіле қарады. Енді бір түсуден артылар тірлік қалған жоқ. Осы сәт сырттан ат тұяғының дүсірі естілді. Дүсір оның дәл төбесіне кеп тоқтады да, көр нұрлы болсын деген дауыс естілді, айтқаныңыз келсін. Тұңғыш ерінің күбір еткізіп, орнынан тұрды. Кеудесі моладан көрінбейді. Мойны қылтиып, көзі шүңірейіп, жігіт ағасы боп қалған мұртты кісіге не айтасың дегендей тесірейе қарап тұр.
Бүгін таңсыз бере інім қайтып еді. Иманды болсын. Ұнаса мына біреуі дайын. Тоңғыш атты кісіге бір, Ақымға бір қарады. Бұл жерге су үймелейді-ау деймін, ойпаң екен. Басқа жерден қазуға болмай ма? Құдайдың жерін жаралай беріп қайтеміз. Өлгенді Құдай кешірер. Анау бір төбенің басынан қазсаңыз қайтеді. Атты кісі жез сапты қамшысымен беткей жақты көрсетті. Сол жердің топырағы құрғақ болар. Ал мынаны кім алады? Бір бұйырған алар. Қазылған көр далада қалмас. Тоңғыш түнеріп төмен қарады. Бәрі өстеді. Жер таңдап, мүрде таңдап күпірлік жасайды. Төбе не, ойпаң не? Бұл жерге де су үймелейді. Ағып өткен судан көп болса зәктер, бірақ Ақымға жетпейді ғой. Күйген қышпен 4 қатар ғып өрсе марқұмға сыз тимейді. Бесікке жаңа бөлеген баладай құп-құрғақ жатады. Өлім үстінде айтыспайық, пәруәрдігер. Тілегімді орындаңыз. Ақысына бір ісек атадым. Тоңғыш ойланып қалды. Әке-шешесінің әруағына Құран оқытсам дегені ойына сап ете түсті. Бір тілегіңді нәмақұл демеймін. Жарайды, мынаны бітіріп болған соң кірісейін. Тәңір жарылқасын сізді. Мұртты кісі атын кейін бұрып жүріп кетті. Тоңғыш еңкейіп, моланың ішкі үйіне енді. Бүкшейіп жүріп табанын тереңдетуге кірісті. Әлгі күннің жылуына бойы үйреніп қалғандықтан ба, Ақым мұп-мұздай боп денесін түршіктірді. Ол келте сүйменмен аумағы жарты кездей жерді тез-тез түйгілеп шықты. Су үймелейді дейді. Нағылған су. Топырағы құп-құрғақ. Қандай жақсы жер. Бос топырақтың шаңын бұрқыратып келте күрекпен сыртқы үйге лақтырды. Ақымның тар тесігінен түсіп тұрған болмашы жарық бұрқыраған қою шаңнан әлсіреп, бұрыш-бұрышты қараңғылық басты. Ол шұқырдан шығып, жұмсақ топырақ үстіне отырып демалды. Күн жылып, қатқан жер шылқылдап ери бастапты. Айналаға қарады. Тірі жан жоқ. Мелшиген меңіреу қабірлер. Олар да әр басқа. Бірінің күмбезі күнге шағылсады, екіншісі аласа жай күмбез, үшінші біреудікі кесек қорған, төртінші біреудің қабірі жай төмпек қана. Енді бір бейшаралардың қабірі ортасына омырылып, сәңірейіп тұр. Кім біледі, бір заманда ол анау күмбезді зираттан да сәулетті болған шығар. Бірақ оған енді ешкім сенбейді, өткен істің бәрі өтірік, бәрі жалған. Дөңес жерден екінші қабірді бастап кіндікке жеткізгенде ине сұғып алғандай жамбасы тағы шым ете түсті. Не болған бүгін, бұрын шаншу қадалғанмен жылы көрпеге оранып, дел сал боп бір терлесе таңертең құлан таза сауығып кететін еді ғой, әлде, кәрілік деген Құдай атқырдың жеткені ме? Көп отыра берсем денем құрысып қалар деп ол орнынан тұрды да, жамбасын қолымен басып бойын түзеді. Сонан соң күндегі әдетінше шұқыр ішіне секіріп түсіп еді. Сол жамбасын әлдекім суырып әкеткендей көзінің оты жарқ етіп, бүк түсіп жатып қалды. Жілік-жілігінің арасынан әлдекім сым өткізіп, бір ұшын миға тартқандай басы зырқырап, есеңгіреп кетті. Сәлден соң есін жиды. Жамбасының шаншуы бағанағыдан қайтайын депті. Етпетінен түскенде сүйеулі күрекке жығылып шекесінен қан аққан екен. Ол дымқыл, саз топырақпен араласып қанды балшық боп қатып қапты. Ол орнынан көтеріліп кіндік бойы қазылған шұқырдың екі ернеуіне сүйеніп біраз тұрды. Салмақ салса жамбасы зар қағады. Қап деді ол іштей, біткен екем. Үшеу түгіл, екеуінде қазалмайтын болдым-ау. Сорлы басым-ай, секіріп нем бар еді. Ол тырмысып жүріп моладан әрең шықты. Күрегін алуды әлгінде ұмытып кеткен екен, қайтып түсуге қиынсынып ішінде қалдырып кетті. Көзіне жылы төсек елестеді. Жоқ деді ол іштей, бұл болмайды. Тым болмаса екеуін, кешке дейін тым болмаса екеуін. Үндемес күннің әлсіз жылуына бөксесін тосып, қырындай жатты. Жылылық денесіне жағып барады. Өстіп жатып ұйықтап кетіпті. Көзін ашқанда түс ауып қалған екен. Тісі тісіне тимей қалшылдап барады. Мана жатқан кезінде күн ашық еді, аспанды бұлт торлап, батыстан ызғырық соғып тұр екен. Сызға тиген оң жақ иығымен жамбасы алдырмай қапты. Біткен екем деді ол күбірлеп, болған жерім осы екен дә. Қайтейін. Ол буыны сытырлап орнынан тұрды, шекпенін қымтана түсіп, анау төменде, шағын қаланың бір түкпіріндегі өзінің кішкене үйіне қарай ілбіп қозғала берді. Жайшылықта сүт пісірім уақытта баратын үйіне бір сағатта әзер жетті.
Мал түсірген бе, жел түсірген бе, терезе орнына тығылған жастық жерге домалап, аядай сыздамның іші азынап тұр екен. Терезені қайта бітеді. Үй ішін көрдегідей қараңғылық басты. От жағу керек-ау. Бірақ оған отты қайдан тапсын? Көршілерден барып әкелейін деп еді. Сүйегін сүйретіп қуыс үйіне құр сүлдері әзер жеткенде қайта шығуды қиынсынып, көз көрмесе де қол үйренген жердегі көрпелерін қалың етіп салды да, үстінен киіз жамылып тарс бүркеніп жата кетті. Шіркін-ай, ыстық қоламта болар ма еді деді ішінен. Суырып алғандай шаншу таппа тыйылар еді-ау. Бұрын жамбасы ауыра қалса кір шүберекке қоламта орап, шаншу қадалған жерге басып жата қалатын. Таңертең сен көр, мен көр құлан таза айығып шығатынды. Қазір оған шама қайда, әлі қайда. Марқұм әкесі де солай ететін еді. Сәлден соң бойы жылынайын деді. Таң атқанша тырбетпей осылай жылы бүркеніп шықсам сауық кетермін деп көзін жұмды. Емнің үлкені жылы төсек, тыныш ұйқы. Бұл қайдан есіме түсіп жатыр? Әкем марқұм айтушы еді-ау. Иә, ұйықтап алайын. Бірақ ол қанша тырысса да неге екені белгісіз көз іле алмады. Басы ию-қию шуға толып, ойына қай-қайдағы бір оқиғалар орала берді. Бірде жартысы бітпей қалған мола, бірде үй ортасында шоғы қып-қызыл боп шытырлай жанып жатқан сексеуіл, онан соң буы бұрқырап тұрған жас сорпа, енді бірде сонау кездердегі әке-шешесі елес берді. О, бейшаралар деді ішінен. О, бейшаралар. Кеше әке-шешесі түсіне кіріпті. Дәметіп жүр-ау. Пұлым жетсе, бір мал алып, Құран оқытып жіберейінші. Бүгін тым болмаса екеуінде бітірмегенімді көрдің бе? Сол жақ қырына аунап түсті. Ұйқы атаулы аунап түскен сәтінде шашылып қалғандай мүлдем қашып кетті. Осы сәт жылымшы бір нәрсе самайдан өтіп құлағына жетіп тоқтады. О, тоба, мұным не бұл, жылағаным не тағы? Ол жасын сүртейін деп еді. Киіз ашылып, енді беті қайта бастаған шаншуым қосып кетер деп қозғалмай жата берді. Қой, жыламайын. Өлі әруаққа да, тірі әруаққа да жылаған жақсы емес. Ол қайғылы балалық кезінің сонау бір сәттерін есіне алды. Оның бала болса болғаны рас шығар, бірақ балалық шағы болған жоқ. Әкесі қомшы алдында мал, басында бақ, артында арқа сүйір туысы болмаған соң көп өмірін кісі есігінде жалшылықта өткізіп, жасы жер ортасынан ауып бара жатқанда бір жетім қызға қосылып, 2 жылдан кейін перзент сүйді. Сәбидің дүниеге келгенін екі қоңсы кемпірден басқа ешкім білген жоқ. Қолынан келер өзге кәсібі жоқ қомша малды ауылдардың 40-50 құлаш құдығын қазып, ел аралап кеткенді. Түн жарымы ауа үйіне келгенде жас нәрестенің иісі бұрқ етіп, сол иістен ет жүрегі езіліп, босағаға сүйеніп тұрып қалды. Әйелі тез көтеріліп, ортадағы көмулі шоқты ашып қалғанда үй ішіне қызғылт жарық түсіп, ауыр жұмыстан шаршап шалдығып келіп тұрған өз күйеуін көрді де, қуанғаннан күлімсіреп төмен қарады. Көп кешіктіңіз ғой. Құдық терең болды. Атын кім қойдыңдар? Сізді күтіп отырмыз. Қомша төрдегі бесікке келіп, жабулы көрпені жаймен ысырды да, пысылдап ұйықтап жатқан нәрестенің маңдайынан ұзақ иіскеді. Ортадағы шоқтың беті қарауытып, үй іші күңгірт тартып бара жатыр. Қомша от басындағы әйелінің жанына келіп, жерде жатқан көсемен шоқтың көзін тағы ашып қойды. Қызғылт жарық түндікке барып тірелді. Тұңғышымыз ғой. Атын тұңғыш қояйық. Айтқаныңыз болсын. Көрші қолаңдарға қазан астың ба? Сізді күтіп отырмыз. Пышаққа ілінер мал қайда? Ертең шақырып жіберейік. Бір ай төккен терім тұңғышымнан садаға. Әйелдің жүзіне күлкі үйірілді. Пышаққа ілінер мал қайда? Деп айтуын айтса да, ерімнің көңіліне қаяу тастап, жоқшылықтың тақылетін тағы есіне салдым-ау деп іштей өкініп, әрі зеку естіп қалар ма екенмін дегендей қипақтап қалып еді. Бір ай төккен терім тұңғышымнан садаға деген сөзді естігенде, ерінің бұл жолы бұрынғыдай емес, ол жалырақ оралғанын сезіп, іштей қуанып қалды. Отты тағы көсеп жіберді. Үй іші жап-жарық боп, бесікте жатқан баланың қызыл шырайлы жүзі көрінді. Қомшаның екі басы үшеу болып, тіршілік тауқыметі бұрынғыдан ауырлай түсті. Ол өзгелер үшін шөп орды, құдық қазды, мал бақты, басқа жұмыс болмай қалғанда ерсі көрмей арқанда есті тезекте терді. Қатыным бар, балам бар. Қатын болса түсінер, бейкүнә бала не білсін, жоқ дегенді ұғар ма? Одан аяған шыбын жаным шырқырап көлге кіре қойсын.
осылайша тіршілік қамымен қарбаласып жүріп ашты тоқты өмірдің 9 жыл артта қалғанын Қомша аңғармай да қалды. Әйелі бұдан кейін 2 құрсақ көтергенді, бірақ алғашқысы 3 айлығында шетінеп, одан кейінгісі іштен өлі туды. Бұл оқиға екеуінің қабырғасын қақыратып, 10 жасқа қартайтып кетті. Әйтсе де жарлының жалғыз жұбанышы жаратқан ғой, екеуі Тәңірі маңдайға не жазса соны көрерміз, одан пенде қашып құтылған ба. Жалғыздың ғұмырын Алладан жыламай тілейік деп өздеріне өздері басу айтып, көз жасын әрең құрғатқан. Құдай бір адамның соңына қашанғы құрық алып түсе берсін, ақыры олардың тілектері қабыл боп, әйелі бір ұл туды. Енді міне, бұлардың шаңырағына тағы бір қуаныштың құсы келіп қонғандай болды. Кеше Қомша ауылдың молдасы Бәдіғұлмен сөйлесіп көріп еді. Жарықтық, әулие кісі екен ғой, мұны жылы қарсы алып, биылдан бастап балаң менен оқи берсін дегенді айтты. Ақы да сұрамады. Ер мойнында қыл арқан шірімес, бірде болмаса бірде қайтар деді. Қомшаның төбесі көкке жетіп, үйіне құстай ұшып келді. Молдекем ақы сұрамағанмен түк таппағандай құрқол баруды басына ар санап, баласын оқуға апарғанда қазығына бір қараны көнімді сатсам да байлармын ау деп бекінді. Оқуға 3 ай қалды, оған дейін 2 құдық қазса 2 қой неге таппайды. Қорада бір бұзау, 3 қой бар. Бәрін сатса қалайда бір қараның басын құрайды емес пе? Іздегенге сұраған, арада 2-3 күн өткенде көрші ауылдың ескі құдығы құлап, жаңасын қазатын кісі іздеп жүр екен деген хабар келе қалды. Бұл өңірдің құдығы кемінде 30-40 құлаштан кем болмайды. Қолына кетпен ұстаған жанның бәрі қазуын қаза алар-ау, бірақ оны шегендеп, тастай өріп тастайтын шебер ілуде біреу-ақ. Осы хабар жетісімен Қомша кетпенімен сүйменін арқалап әлгі ауылға жетіп келді. Оның шеберлігін жұрттың бәрі біледі. Әдейі іздеп келдім дегенде басы Тілеуберді бай болып қатты қуанып, құдықты жақсы бітірсең бір емес, 2 қой аласың деп уағда байлады. Көктен іздегені жерден табылып, Қомша қасына бір серік алды да, жатпай тұрмай жұмысқа кірісіп кетті. 27 күн дегенде барып саз балшыққа жетіп, 28-ші күні сынаптай жылтырып суда көрінді ау, жарықтық. Ол арқанды тартып қалды, су шықты деген белгі. Шыңыраудан қарағанда инедей боп қылдырап көрініп тұратын серігі лезде жоқ болды, қуанышын басқаларға айтуға кетті. Сәлден кейін құдық басына адамдар үйме-жүйме жиналып қалды. Түйемен жеткізілген сырдың сексеуілін арқанға байлап төмен түсіріп жатыр. Қомша таңертеңнен бері қазған жерін өріп шықты да, тізеден су кешіп жүріп тағы да жарты құлаштай тереңдетті. Ол құдықтан шыққанда кеш батып қалған еді. Жиналған жұрт қаумалап ортаға алып, құдықтың тез біткенін, Құдай бұйыртса, 2-3 жылға шейін суы сыр бере қоймайтынын, Қомша сынды шеберге тағы біреуін қаздырып алса құба-құп боларын айтып, мақтасып жатыр. Бірер күн болып, демалып қайтарсыз деген жұрт сөзіне көнбей, қатын баласына асығып, тырнағы ілініп жүрген Қомша тиесілі 2 қойын жетектеп, 7 түнде ауыл иттерін абалатып үйіне тартты. Үйде аунап-қунап бір жетідей әл жиған соң басқа бір бай ауылына барып, 2-ші құдық қазуға кірісті. 20 құлаштай тереңдікте әлі дымқыл тартатын түрі жоқ қасаң топырақты сүйменмен түйгіштеп жатып ол баласы жайлы тәтті ойға берілді. Балам оқуды бітірсе, пәленшенің ұлы ғұлама молда екен, оқу атаулының түбіне жетіпті деп жұрт гуілдеп жүрсе. Оған жақсы жерге құда боп, келіншек әперемін, жұмыртқадай ақ отау тігіп беремін. Келін айналайын азамен тұрып, маған сәлем береді, ата, құманда жылы су бар деп иіліп тұрады. Көсеген көгерсін, қарағым, өмірлі бол деп ақ батамды айтамын. Ех, дүние-ай! Арқан дір ете қалды. Бұ несі? Көмекші жігіт сусын алып келу үшін жаңа ғана кетіп еді ғой, құс боп кеткені ме шіркіннің? Ол жоғары қарады. 3 жігіт төне түсіп, қарқылдап күліп тұр. Оның денесі дір ете қалды. Ей, не керек сендерге? Көрт шыққандай ін қазып көрген күнің құрсын. Ах-ха-ха! Ех, шық бер мен. Сусының бар ма? Әйтпесе құдығыңнан су алып бер. Бұл нағылған тәлкектерің, менде нелерің бар? Өй, шықсаңшы өзің, мә, ұста арқаннан. Қомша арқаннан ұстауға сескеніп тепкішекпен жоғары шықты. Бейтаныс жігіттер. Аттарының ер-тұрмандары мен киімдеріне қарағанда еріккен бай балаларына ұқсайды. Үшеуі де бозаға мас боп апты, ауыздарынан уыт иісі аңқиды. Иә, құдық қашан бітеді? Амандық болса, 10 шақты күнде бітіп қалар. Немене оған шейін біз қаталап өлеміз бе? Құдай сақтасын, ескі құдық бар ғой.
Ал бозаң бар ма? Мырзалар-ау, менде боза қайдан болсын? Қазір серігім айран әкелер. Айран. Аха-ха-ха. Айран дейді. Үшеуі де қарқылдай күлді. Сен көп сөзді қой, деді маналы бері дес бермей тұрған сұлу мұрттысы, біздің білмейтініміз жердің астында. Қатыныңның жас екені рас па? Не деп тұрсыз, мырзалар? Қатыныңның жас екені рас па деймін. Қомша не деп жауап қайырарын білмей үнсіз тұрып қалды. Сәлден соң оны неге сұрадыңыздар? Ах. Үшеуі жер жаңғыртып тағы күлді. Қомшаның ашуы келейін деді. Мырзалар, мен сіздер секілді ерігіп жүрген жан емеспін. Сіздер тойып секіріп жүрсіздер, мен тоңып секіріп жүрмін. Өздеріңіздей дәулет менде жоқ. Қолымнан келері міне, мынау құдық қазып жан бағамын. Тәлкек көтерер кісі мен емес. Мәссаған. Тәлкек көтермейді. Енді кім көтереді, мен бе? Көр тышқанның айтып тұрған сөзін қарай көр. Жарайды, қойдық. Бар ініңді қаза бер. Түссеңші енді. Өзім-ақ асықпай түсемін ғой, сіздер қайта беріңіздер. Қорқып тұр. Біз саған түк те істемейміз, түсе бер. Қомша әлденеден секем алып төмен түсті. Әлгі баласы түспегірдің де кете қалғанын қарасаңшы. Ол құдық түбіне жетіп, Сүйменнің қолына алды. Олар неге кетпей тұр? Мені тәлкек еткеннен не қызық тапты екен? Ей, бері қара деген дауыс жоғарыдан сан кете қалды. Қомша басын көтерді. Сол сәтте үстіне шүмектеп жылымшы су құйылды. О, әкеңнің! Қомша қолына Сүйменін алып, тез-тез жоғары көтерілді. Ол шыққанда еріккен үшеудің ішек-сілесі қатып күліп тұр екен. Шыққан бойы шалбар бауын байлап тұрған сұлу мұрттың жағасынан ала кетті. Байдың баласы болмақ түгіл патшаның ұлы болсаң да, жер қаптырайын, мазағыңа төзетін мен емес. Өй, мына көр тышқан атжалман боп кеткен бе, қайтеді. Қомша сұлу мұрттың кеудесіне бүркіттей қонжиып, алқымын езіп жібергенде, ол өлердегі сөзін айтып, енді тимеймін, көкетай деп безек қақты. Екі жігіт қарап тұрсын ба, ұмар-жұмар боп жатқан екеуге жетіп келіп, Қомшаны аударып түсірді. Опай-топай алыс басталып кетті. Үйілген сары топырақ құдық ішіне сауылдай төгіліп, жер астынан шыққандай ақ тозаң аспанға көтеріліп жатыр. Шыртиып киінген сері жігіттер барқыт бешпенттерінің рәсуа болғанына да қарамай үшеуі үш жақтан жабылғанымен, жалғыз құдықшыны ала алмай ой, әкеңнің деп ызаланумен жүр. Сүйменді әкел, деді құдықшының астында шаң қауып жатқан барқыт бешпенттің бірі. Қомшаның жүрегі су ете қалды. Шынымен бе? Шынымен мына үшеудің ойы бұзылғаны ма, бір мені тым құрыса матап байлап кетуге шамалары жетпеген соң Сүйменмен соқпақ па? Астапыралла. Ол орнынан атып тұрып артына жалт қарады. Манағы құдық ішіне шүмектеткен жігіт Сүйменді көтеріп, ұруға оңтайланып кеп қапты. Қомша жалт бергенде ауыр Сүйменнің салмағынан өзін-өзі ұстай алмаған жігіт әлі шаңы бұрқырап жатқан 20 құлаш құдыққа өкіріп құлап түсті. Төбелес пышақ кесті тыйыла қалды. Үшеуінен ескетіп құдыққа үңілді. Будақтаған шаңнан еш нәрсе көрінбейді. Тек ыңырсыған дауыс қана естіледі. Әлгі жігіттің бірі сол сәтте ой, бауырымдап сарнап қоя берді де, атына отырып ауылға қарай шаба жөнелді. Жігіттің мойын омыртқасы үзіліпті. Сол күні жұлдыз шыға жан тәсілім етті. Ол, осы ауылдың атақты байы Доскейдің 3 күннен соң үйленгелі отырған ортаншы баласы екен. Қомшаның келешегі өміріне армандай боп, ту алыстан сәуле шашып, оның әйеліне де, өзіне де ұйқы бермей алға сүйрелеген балдай тәтті үміт жел үрлеген шамдайлы бетіп сөнді де, бұдан былайғы тіршілік жолын қараңғылық басты. Бай баласын құдыққа итеріп өлтірді деген жаладан қара басымда арашалап қалармын деп бөтен ауылдың ақсақал, қара сақалдарының шешімін күтіп бір жеті алаға жалбарынумен жатты. Бірақ үміт зая болды. Ол байдың ұлын өлтірген қанды қол боп табылды. Оған куә әнеугүнгі екі жігіт. О, қу құдай, маған енді құдық қазып күн көруді де көпсінген екенсің ғой деп аһ ұрғанда, оның екі көзінен жас пырт етіп ытқып кетті. О, бейбақ, деді төрде отырған шал үнсіздікті бұзып, осылай боларын білмеп пе ең? Мұсылманның өлтіргенін көрмек түгілі естіген жоқпыз. Сенің қалай дәтің барды? Ақсақалдар-ау, өлтірген мен емес, түсінсеңіздерші, жіксіз күйіп барамын ғой. Үй бетін көрмей құдық қазып тапқан өнімсіз қаржыма қарап отырған қатын балам бар, соны аясаңыздаршы түге. Доғар, қанды қолыңды қатын балаңның обалын айтып жуалмайсың.
Бүгін кісі жібертеміз, жаны ашса ауылыңның әкімдері айыбыңды төлеп алып кетер, жаны ашмаса өзің төлейсің, қолыңда малың жоқ екен, аманат тапсырасың, ер құнын өтеп болған күні аманатыңды қайтып аласың. Салған айыбымыз 30 түйе, 30 жылқы, 30 сиыр. Қомша кеткен кісілердің жақсы хабармен келуін 2 күн, 2 түн бойы кірпік ілмей ұзақ күтті. Бастарына төнген қара күнді естігенде баласы мен әйелі не күйде болды екен. Оған бәрінен бұрын бататыны осы. Ақыры сарыла күткен кісілер де оралды. Шерәлі бай көнбепті, қомша дегенді керек десең танымаймын да, көрінген дуананың айыбын өтей беретін далада шашылып жатқан малым жоқ, пісіріп жесеңдер де мейілдерің, аманатқа баласын бере берсін депті. Қомшаның көз алдындағы дүние төңкеріліп жүре берді де, сылқ етіп құлап түсті. Арада 2 күн өткен соң 3 айдан кейін оқуға бермек болған 9 жасар баласын қолынан жетектеп әкеп аманатқа тапсырып, кеудесі өксікке толып кете барды. Туған үйінің босағасына қай кезде қайтып ораларында, жат жұрттың арасына неге, не үшін келгенінде қоштасып жатып бетінен сүйген сәтте әкесінің не себепті көзіне жас алғанын да толық аңғара алмай, әйтеуір бейтаныс жерде қалып бара жатқанын ғана сезген баланың жасқа толы көздері жәутеңдеп, көкейе деп еңіреп қала берді. Тірі болсам жазға дейін жетермін, ұлым деп көкірек шері мен қайғысын баласына байқатпауға тырысып, әке сырт айналды да, тез-тез басып жүріп кетті. Жаз өтіп күз келді, бірақ қайта оралған әке болмады. Сонау беткейден бері құлаған сары жолдан қылтиған қара көрінсе де, әкем бе екен деп, 2 көзі 4 болып, тумай жатып жалғыздық жапасын шеккен қаршадай аманат бала тірі жетім, кісенсіз тұтқын боп жол тосумен жата берді. Сол жолдан көрінген қараның басқа емес қомша болуын аманат бала бұлай тұрсын, доскейде тағатсыздана күтті. Бұл баланы қолда ұстап отыра бергенде не табады, одан келер пайда қайсы. Бала етіп асырап алатындай ол перзентке зар боп отырған жоқ, барымташы, сойыл соғар етіп баулейін десе оның да ретін таба алмады. Қанша дегенмен кеудесінде мейіздей қатқан киегі бар жат бала емес пе, ес білген соң елін тауып, оған жіберген еңбегі зая кетумен тұрмай өзіне қарсы шауып жүрсе қайтеді. Ортаншы баланың қалың малына өткізген қоралы ғой, қыруар дүние бар, тым болмаса соның ізі жабылсын деп салған айыбын төлеп, аманат баласын алып кетер, не әке, не шеше, не бір ағайын туыстарының осы кезге шейін ат іздерін бір салмауы оның ашуын келтірді. Кей түндері әкелік мейірімі ұстап, өлер бала өлді, отқа тамызар майы жоқ, жерге қараған тақыр кедей екенсің, лағынан айырған киіктей тірі жетім етіп не табам, ал балаңды деп аманатты апарып тастауды да ниет етіп көрді. Бірақ бұлай етсе кек заңы, құн заңы бұзылып, өзін өлген баласының әруағы алдында, намысын кегі кеткен жауы алдында жығып берген боп шығатынын ойлап, маған керегі мал болса, саған керегі жан екен, сен жанды қиғанда мен неге малды қимаймын, кімді кім жеңер екен, жата бер солай деп ол да қомшаның артынан екіншілей кісі жібертпей қырсығып, ол қырсықтығы сырттайда іштейде ызаға айналып, тым-тырыс жатып алды. Ең бастысы, көз ашқалы жайлауға таласып, ала көз боп келе жатқан, және осыдан 3 жыл бұрын 40 шақты жылқысын барымталап алып кетіп, көрер көзге зорлық жасаған мен Шерәліге пісіріп жесеңдер де мейілдерің деген өз ауылының баласын апарып беріп, әлсізді көрсеткісі келмеді. Қайыршысы түгілі қасы болса да бала сол ауылдың баласы ғой, оның мейірімсіздігі мен қатыгездігіне жұмсақтық жасап, тағы жеңілмек пе? Жоқ, ол бола қоймас. Күтіп бағармын, келмесеңдер, жарық дүниеде малай боп өткендер аз ба, бұл да солардың бірі боп жүре берер. Жерге алғаш қар түскенде Шерәлі ауылынан хабар да жетті. Жан түршіктірер суық хабар. Арқа сүйер дәулетті ағайын туысы жоқ қомша байғұс жар құлағы жастыққа тимей, қайтсем баламды қолыма аламын деп зыр қағып жүріп зорығып, басқа бір бай ауылының құдығын қазып жатып, сол құдықтың түбінде мәңгілік көз жұмыпты. Мұны естігенде Доскей селт ете түсті. Өзгелерге сыр білдірмей түйіліп біраз отырды да, жұмған аузын ашпаған бойы орнынан тұрып кетті. Тек шығып бара жатып, үнсіз отырған басқаларға жайлап бұрылды да, мұны балаға айтпай-ақ қойыңдар деді. Босағадан сыртқа аттай бергенде аманат бала қарсы ұшырасып, ата, көкем келеме деп жәудірей қарады. Доскейдің ішкі дүниесін әлдеқалай бір сезім аралап өтіп, тұла бойын ду еткізді. Жоқ, бұлай тұра беруге болмайды, кәрі көзге сенім бар ма, жас шығып кетіп жүрсе. Сорлы бала деді ішінен, енді сені қайтсем екен. Иә, жақында кеп қалар деп айтқалы аузын аша бергенде өзімен ілесе шыққан үлкен ұлы, атаңның басы. Әкең мүрдем кетті деп қойып қалды. Доскей жалт бұрылып, баласына оқты көзімен ата қарады. Мұншалықты тас жүрек боп туылармысың деді ішінен.
Сөйтті де, шырқырап жылаған баланың дауысын естігісі келмей, ауыл сыртына қарап тез-тез басып жүріп кетті. Қолындағы қамшысын қыса ұстап келеді. Қайдан білейін? Тірі жанға мал табылар деп ем, жанашыры жоқ, жалғыз екенді. Бүйткенше абақтыға айдатқаным жөн екен-ау. Сорын құрғыр сор бақта. Дәл желке тұсынан түсір естілді. Қуып жеткен баласы екен. Әке, мұныңыз не? Деді ентігіп. Не боп қалды? Жау алдына өзіңізді жығып бергелі жүрсіз бе? Жау кім? Шерәлі кеше малымызды барымталады, бас көтеріп кек қайтара алмадық. Туысымызды өлтірді, тағы отырмыз аманат құнын ала алмай. Ертең кеп шаңырағымызды ортаға түсіріп, отбасын ойран етеді. Сол ма енді жетпегені? Сонда не істе дейсің маған? Жұмсақтықты қойыңыз. Әкесі бауырымызды өлтірген баланы еліне қайтарып, тағы масқара болғалы жүрсіз. Сіз кешірсеңіз де, інімнің әруағы үшін мен кешпеймін. Ертең құлағына ен салып, мал соңына жібертемін. Өйтпесек, жұрт алдында абыройдан жұрдай боламыз, ел бізді тыңдаудан қалады. Солай де. Солай, әке. Әлгі отырған кісілердің бәрі сіздің бұл мінезіңізге наразы боп қалды. Мейлі, білгендеріңді істеңдер. Бірақ баланы ұрып соғушы болмасын. Ол бейбақтың күнәсі жоқ. Ен саламын деген есерлігіңді қой, аманат бала екенін онсыз да танырмыз. Сөйтіп тұңғыштың тұңғыш аты жойылып, аманат бала атанды да 10 жасқа жетер-жетпес шағында малай боп мал соңына түсті. 1 жыл ішінде ол өз атын өзі ұмытып, атын кім десе аманат деп жауап беретін болды. Мейірімсіз тағдыр түк таппағандай бейкүнә дәрменсіз баланы осылайша тумай жатып тәлкекке айналдырды. Бой-бой боп терлеп кетіпті. Жан басының шаншуы қойған-ау, шамасы, сол жақ қырына аунап түскенде де ауырсынған жоқ. Сәл салқындайын деп бетін ашты. Жылыға үйреніп терлеп жатқандықтан ба, суық ауа мірдің оғындай арғы бергісінен өтіп, қарып түсердей болған соң киізді қайта жаба қойды. Жастығы құрғыр тағы түсіп кеткен екен-ау деді ішінен. Әйтпесе, мұншалықты ызғар соға қоймас еді. Мейлі, түсе берсін. Орнымнан тұрсам тер қатып, тағы бір арылмас бәлеге душар болармын. Ұзамай таңда сыз беріп қалар. Ұйқым қайда кеткен сірә? Әке шешем нағып бүгін көзіме көп елестеп жатыр. Тым болмаса жұмасына 1 рет отқа май тұтатпай кетіппін-ау, өлі әруақтар дәметіп жүр ғой жарықты. Бүгін тым болмаса біреуінде бітіре алмағанымды қарасаңшы. Бұл күндегі жұрт айтқан уәдесіне жетуді де ұмытып барады. Берем деген нәрсесін әні-мінімен созбүйдаға салып, ақыры жоқ қылады да, әруақ ақысын ұмытады. О, Алла, өзің сақтай көр. Өзім барып сұрамаушы ем, ертең 2-3 тиесілі кісіге жолығайыншы, бір малдың басы құралса қан шығарып, Құран оқытып жіберейін. Әке-шеше Құдайдан перзентті неге тілейді дейсің? Ол анасының кескін келбетінде анық білмейді. Ана дегенде көзіне бар елестететіні, Тәңірдің жазғанына әбден мойынсұнып, қандай ауыртпалық болса да бәрін қабақ шытпай үнсіз көтеруге көндіккен, еріне, баласына деген ақ тілегін өз ғұмырынан да артық санайтын жұдырықтай ғана әйел. Үлкен үйге не керек болса, отау үйге де сол керек. Жыртық шаңырақ астындағы осы екеуінің көңілі жыртық болмасын деп әкесі айлап, апталап мал табудың жолына кеткенде анасының мұны қыса құшақтап еркелететіні, даладан дүбір естілсе, әне, әкең келдіді деп елең ететін сәттері есінде мәңгі қалыпты. Құдай-ау, содан бері қанша жыл, бірақ соның бәрі дәл кешегідей, күні кеше ғана болып өткендей. Бай да емес, хан да емес, қайыршы болсаң да тіршілік шіркіннің қаңтардың тоқты тоймас қысқа күндей зу етіп өте шыққанын байқатпас өзіне лайық қызықшылығы, және бар екен-ау. Құдіретіңе болайын қайран 5 күн жалғанай десеңші. Анасы жайлы ойлағанда артта қалған өмірінің сонау бір түкпірінен осы бір шуақты сәттер алыстағы жұлдыздай сәуле шашса, одан кейінгі бір сәт сәуленің бәрін өшіріп, кеудесіне өксік пен қасірет құйып өтеді. Ақпанның үскірік атқан боранды шағы. Ірі қарадан жылқы болмаса қалғандары қолға қарап тұр. Доскейдің үлкен ұлы Үкітай жылқышыларды шетінен боқтап, қырып кетердей боп жүр. Кеше 11 бие аязда қалып, арам өліпті, 20 шақтысы үшті күйді жоқ. Не қар астында қалғаны, не орынның айдауында кеткені белгісіз. Қаңқу сөзге қарағанда бір топ жылқыны Шерәлінің жылқышылары айдап кетті деген сыбыс бар. Иттің ғана балалары, жылқы бақпай ай бағып жүрсіңдер ме? Табыңдар ертеңге дейін, тапасаңдар жерге тірідей көмемін. Деп ызалы айғайға басты.
Былай шыққан соң қасындағы Өмекейге, бұл Шерәліге қашанғы жем боламыз, Құдай-ау. Кеудемізде намыс бар еркекпіз бе, езбіз бе. Бүйтіп тірі жүргеннен қара жерге кіріп кеткеннің өзі жақсы ғой деп күйінді. Қашанғы басынады, қашанғы басындыра береміз. Ойбай-ау, бірдеңе десеңдерші, жалғыз мен бе осы бас қамдарыңды ойлап отқа түсе беретін. Мен не дейін? Досекеңмен ақылдасу керек қой. Біз ақылдасқанша ол бәрімізді қу кедей ғып бітер. Малымызды барымталайды, үндемейміз, бауырымызды өлтіреді, үндемейміз, ертең қаңғыртып жібереді, тағы үнсіз кете бермекпіз бе. Ер құнын өтемей әне бір аманат баласын тастап тағы қорлап отыр. Ішіме намыс сыймай барады. Өңшең бөрік киген қатындар. Ана аманатын ат құйрығына байлап, есігінің алдына сүйреп апарып тастаймын. Өш алудың, кек қайтарудың бастамасы осы болсын. Ермесеңдер, жалғыз барамын, жалғыз. Бейшара баланы бүйтіп қорлағаннан не түседі? Ішімдегі ашы ызаның көбігі төгілер. Ол иттің күшігі қайда жүр? Аманат. Үстіне иленбеген ақ теріден қаудырлақ келте тон киген жұдырықтай бала тай қорадан жүгіріп шықты. Аға, апам келді ме? Келер сенің апаң. Әуелі өзің бері кел. Бала жасқана басып, Үктайдың қасына жақындады. Қолында өзінен биік сабы бар ағаш күрек. Бір жылдан асар аспас уақыттың ішінде көңілі жасып, зеку мен боқтауға мойын сұнған. Қаудыр тонның етегіне жабысқан садыраны нәзік саусағымен тазалап, мырзасынан әмір күтіп, үнсіз төмен қарап тұр. Қалай, аулыңа барасың ба? Баланың қуаныштан екі көзі от шашып, жүзі жайнап шыға келді. Барамын. Барамын, аға, барамын. Сақау. Деді Үктай қора тазалап жүрген бір атшыға. Тез кел мұнда, арқан ала шық. Үктай, бұл шының ба сенің? Қазір ойнайтын уақыт жоқ. Обалын қайтесің. Обалын жанашырлара ойламағанда мен қайтейін. Сақау деп шақырған кісі арқан алып жетіп келді. Байла мынаның қолын. Түсінбедім, миза. Байла деймін, тас керең. Кімді дейшіз? Ой, миғұла Сақау, баланың деймін. Жас бала қорыққаннан екі көзі алақандай боп, кейін шегіне берді. Көкетай. Не істемексіз мені? Байламаңызшы, жалынамын, айтқаныңыздың бәрін істеймін, мизау. Жаш баланың жазығы жоқ қой, нәлеті, сен де басынған екенсің, қарның тойған екен бай жылқысының қартасына. Мә саған ендеше. Үктай қолындағы дырау қамшысымен атшының басынан тартып жібергенде оның шекесінен қара қан бүріп етіп, қар үстіне отыра кетті. Жерде жатқан арқанды алып, Үктай үйінде қардың үстінде жан далбасамен өрмелеп бара жатқан баланы етегінен тартып алды да, шырқыратып қолын байлай бастады. Үктай, деді маналы бері әзер шыдап тұрған Өмекей олардың қасына жетіп келіп. Қоя бер баланы. Не дейсің? Ол Өмекейге тесіле қарады. Қоя бер деймін. Неге? Баланың жазығы жоқ. Солай ма? Бәлкім, інімді құдыққа сен итеріп өлтірген шығарсың да, бұл күшіктің әкесін ұстап бере салған боларсың, әйтпесе, неге мұның жазығы жоқ дейсің? Қылмысты жасаса әкесі жасады, ол балада не кінә бар? Босат. Шырылдатпа жетімді. Кек қайтарудың жолы мұндай болмайды. Осындайда пана болар кісі табылғанына қуанған бала қырғидан қашқан торғайдай жүгіріп кеп Өмекейдің етегіне жармасты. Көкетай, тимесінші маған, қой деңізші. Айтқаныңыздың бәрін істеймін. Менің айтқанымның бәрін істеп не көгертерсің, жазған бала. Мен саған не айтармын, қаршадай боп сен не тындырмақсың? Бесіктен белі шықпаған балаға азап сыйлардай бұл неңді алып еді, сұм өмір. Өмекейдің ет жүрегі езіліп кетті. Обалыңның бір ұшы менде жатқанын сезбейсің ау, байғұс деді ол ішінен. Сол кезде, шындықты айтсам мұндай күйге түспесте едің. Жалтарып айтып, Құдай алдында бір күнәға батсам, сенің қазіргі күйіңді ойлап қабырғам тағы қайысады. Әкеңнің қу тақыр екенін біз қайдан білейік? Шерәлі ауылынан деген соң жерден 7 қоян тапқандай бәріміз өре тұрып, одан есемізді бір қайтарайық деп ойлап қалмадық па? Қолдан келер не амал бар? Шындықты енді айтқанда маған кім илана қояды, мына тұрған елірме есерлер өзіме жабылмай ма? Бейшара бала. Өмекей тұңғыштың маңдайынан сипап, арқасынан қақты. Қорықпа, саған ешкім де тимейді. Көктем шықсын, сонда апаң да келеді.
Жылама, көп жыласаң олар келмей қояды, білдің бе? Білдім, енді жыламайсың ғой. Жыламаймын, деді ол өксігін баса алмай тұрып. Бар, жұмысыңды істей бер. Жат адамдардың арасынан бір жанашыр тапқанына қуанып, бала көңілі көтеріліп, қораға қарай жүгіріп кетті. Бәрің жаусыңдар, бәрің шеттеріңнен, деді Үкітай дәрменсіз айқайға басып. Сенгенім сен едің, енді сен де жауымның маңдайынан сипадың. Не боп барады бұл дүние? Жалғыз барамын, жалғыз. Шерәлінің отанына тым болмаса бір ойран саламын. Доскей ауылынан да бір еркек табылады екен ғой деу үшін барамын. Өлсем өлігім сонда қалсын. Өңкей жасық немелер. Жылайын десең еркек басыңа мін, жыламайын десең ішің қазандай қайнап барады, бас көтерер бір жан жоқ. Ұстағанның қолында, тістегеннің аузында кете бермек бәрі де. Ал отырыңдар, от басында омалып. Үкітай үзеңгіге аяқ сала бергенде, жол болсын, деген Доскейдің салмақты үні естілді. Баласы жалт бұрылып әкесіне қарады да, бүгіннен қалдырмай жинап бер жігіттеріңді. Әйтпесе, өзім аттанамын, деді. Қайда аттанбақсың? Кеше ғана бір үйір жылқыңды айдап кеткен Шерәлінің ауылына. Жылқыны айдап кеткен Шерәл емес, Боран. Өліктері табылды. Әй, баламай, деді ол күрсініп. Сенде бар ыза, сенде бар намыс өзгеде жоқ деп ойлайсың ба? Жалғыз шауып не тындырмақсың, көп боп барып не бітірмексің? Бүкіл ауылыңды жиғанда Шерәлінің жарты ауылынан аса алмайды. Ақылмен істе, құр шабынғаннан түгөнбейді. Күштінің аты күшті. Еш жияйық, іргелі ел болайық. Доскей жайлап басып келіп, ағаш бұтайтын дөңкенің үстіне отырды. Қабағы тым салыңқы. Ар жағында шығара алмай тұрған бұдан да маңызды бір түйткіл бар сияқты. Бәрі де үнсіз. Әке қолындағы қамшының сабымен шашылған ағаш жаңқаларын бір жерге жинап, қайта шашып жіберді. Әке, не болды? Деді Үкітай оның қасына келіп ақырын ғана. Өмекей, деді Доскей ұлының сауалына жауап бермей. Құлағым сізде. Әкең үйде ме? Үйде, малдарын шашыратпай жинап отырсын. Боран басылып қар қатып, уақ мал жүретіндей болған кезде Қабантауға көшеміз. Не дейсіз? Екі жігіт қосарлана сұрады. Сол Шерәліге жайлау тарлық етіпті. Болса екен бүгін осылай шешті. Күштінің аты күшті. Қорлық қой бұл, әке-ау. Ұлы терісіне сыймай ат жалынан құшақтап тұрып, еңкілдеп жылап жіберді. Тұңғыштың көз алдында сол бір сәт әлі тұр. Доскей ауылы көшетін бопты деген хабарды естіген соң, өзгеден күтер үміт жоқ байғұс ана ақ қар, көк мұзға қарамай кештетіп осында жетті. Көшер мезгіл көктемге салым болса да, ызалы Доскей қыстың қырауында кереге жығып Қабантауға өзгелерден бұрын аз ғана адаммен өзі кеткен. Мұндағы мал жаның бәріне бас боп қалған Үкітай кір жуып, кінді кескен жерден бір жола кететін болғанына іші қанжылап, ит ашуын тырнадан алат дегендей ауыл адамдарының екі аяғын бір етікке тығып, бөріктіріп жүр. Айдаңдар, деді ол ақырып. Кештен қалып қоятын болдық қой, кеуделерінде жандарың бар ма, пәдеріңе нәлеттер. Әй, боқмұрын, нағып тұрсың сүмірейіп, шығар тайларды. Ағатай, енді апам қайтып табады мені. Онда менің жұмысым жоқ, айдама алды. Жас бала көзінің жасын кілттейіп, жыңғыл қораның есігін айқара ашты. Жылқылардың дүбірін естіп, тықыршып тұрған тай жабағылар сыртқа лап қойды. Осы сәт жас баланың құлағына анасының таныс дауысы естілгендей болды. Жабырқау көңіл селт етіп, ол артына жалт қарады. Менің тұңғышым осында ма екен, айтыңыздаршы. Сен оның кімі едің? Анасымын, жер түбінен жаяулатып жаңа жеттім. Баламның қайда екенін айтыңыздаршы, Құдай үшін. Аман ба, менің жарығым? Тұңғыш қолындағы құрығын тастай беріп, апа деп анасына қарай құстай ұшты. Құлыным, құлыным. Жарығым, жалғызым, бар екенсің ғой, сені де көреді екенмін ғой, шүкірім. Анасы еңіреп жылап, бір жылдан бері көрмеген перзентін ыстық құшағына қысып, екі бетінен алма кезек сүйе берді. Есіңнен айналдым ау, шыбыным. Тумай жатып мұндай күйге түсердей не жазып едік, қу Құдай. Екі көзің жәудіреп, осында қалғаның есіме түскенде шықпаған жаным ғана жүрмеді менмен сорлының. Тірі жетім болған көкешім менің. Апа, сағындым ғой сізді. Неге келмей кеттіңдер? Жыламашы, күнім. Келдім ғой, міне. Енді үйге алып кетесің бе?
Анасының өзегі өртеніп, бұрынғыдан да қатты егілді. Жоқ, құлыным. Көктемге салым келемін, сонда алып кетемін. Қалмаймын. Үйге алып кетші, апатай. Көкемнің өлгені рас па? Жоқ, оның жұмыстан қолы тимей жүр, шыбыным. Көктемде ол да келеді. Сені атқа мінгізіп алып кетеді. Неге бүгін алып кете бермейсің? Бұлар мені боқтайды, ұрады. Қалдырмашы, апатай. Баласына қандай жауап, қандай алдау айтарын білмей ананың буыннан дәрмен құрып, тәлтіректеп кетті. Тірі жетім боп, аманат қалған баласын қайтсем құтқарып аламын деп, байғұс ананың жылу сұрап бармаған жері, баспаған тауы қалмаған. Әке-шешесі ерте өліп, кісі есігінде қалған сорлының байқап қараса бөліп бере қояр жанашыр жақындары жоқтың қасы екен. Бұрын көріспеген ағайындар басқа түскен қайғыны салған жерден бөліп кете алмай, ойласайық, өзгелер не дейді екен. Көктемге шейін шыдай тұр, мал басы көбейсін, сонда келерсің. Сорың құрғыр, қарап жүрмей кісі өлтіріп несі бар? Жала дейді, не қылған жала? Шөптің басы жел тұрмаса қимылдамайды. Сөйт, көктемде кел деп құрғақ сөзбен шығарып салды. Ендігі бар үміті жамағайындарда ғана. Көктемде келемін деп баласын жұбатып тұрғаны да сол. Мені бүгін неге алып кетпейсің деп тұрған баласына мұның бәрін қайтып айтып жатсын, айтқанменен ол түсінер ме? Өзі кеткен соң бала көңілі бұрынғыдан да жетімсіреп, жасып қаларын ойлап тұрған ана екі өкпесін қолына алып, осында жеткенмен енді қайтып ажырасудың жолын таппай, бауыры езіліп, қабырғасы қайысты. Осылай боларын күні бұрын сезіп те еді, келмей жүргені де сондықтан, бірақ Доскей ауылы көшетін болған соң ана жүрегі қойсын ба, шыбын жаны шырқырап жолға шыққанын өзі де білмей қалған жоқ па. Енді не істейді, қолдан келер шара қайсы? Ұлының шырқырап қалған үні құлағынан кетер ме, сол дауыс жатса тұрса маза беріп, көмейінен ас өткізіп, кірпігін айқастырар ма? Осы кезде Күтайдың, ей, айдаңдар. Әлгі аманат баланы жер жұтып кетті ме? Деген айбарлы дауысы естілді. Ана жүрегіне біз сұғып алғандай денесі тітіркеніп кетті. Үкітай бұларға жақындап келіп, үңіле қарады. Сен кімсің, қайдан жүрген қатынсың? Мен тұңғыштың анасы едім, мырза. Бір иіскеп кетуге келдім. Солай де. Мұның да жоқтаушысы бар екен ғой. Мал екеш малдың да иесі бар, адамның жоқтаушысы неге болмасын, мырза? Сіздерге аманат болғанымен менің ішімнен шыққан балам ғой. Аманат құнын қашан өтейсіңдер? Бар болса, жалғыз баладан аяп отыр дейсіз бе, мырза? Бар дүние оның бір жылағаннан садаға кетсін. Олай болса дүние жинаған күні келерсің. Әй, боқ мұрын, мін атқа, тұра беретін уақыт жоқ. Апатай, бермеші мені, алып кетші бірге. Ол анасына тығыла түсті. Бара ғой күнім. Көктемде кеп ап кетемін. Шүкірім, шыбын жаным әшейін. О, жаратқан Құдай, қу Құдай. Ел көшіп жатқанда сұңқылдап жылағандарыңды доғарыңдар. Жібер баланы. Көкетай, жіберіңші мені ауылға. Кейін қайтып келемін ғой, не дейді мына күшік? Мін атқа тез. Бол. Жалынам, Көкетай. Өй, нәлеті, жабыса қалуын қарашы. Бері кел бермен. Үкітай ат үстінен еңкейіп, баланы ана құшағынан суырып алды да, сүйреп апарып аттың үстіне қарулы қолымен отырғыза салды. Ұста тізгінді. Жүр тез. Құлыным. Көшкен елдің малын айдап, шырқырап бала кетті. Көшкен елдің жұртында көкірегі қарсы айырылып, жападан жалғыз ана қалды. Қақаған қыс ортасында ірге көтеріп, ауа көшкен ызалы Доскейдің әбігерлі ауылы жаңа қонысқа ушу, ұрду-дырдумен жайғасып жатқанда Үкітай ұшты күйді жоқ боп шықты. Уақытша лыпақ қып салынған қораны қарады, ат та жоқ, ер тұрман да жоқ. Жылқышылардан сұрағанда олар мандытып ештеңе айта алмады, тек түнеу күнгі сақау ғана аш-шу шейдің алдында көйіп ем. Мыйза екем жылап отиған. Сүйауға батылым жетпеді деп күмілжіді. Доскейдің жүрегі су ете қалды. Сол жаққа кетпесе нағылсын. 7 түнде адасып кетер ме екен сорын құрғыр. Адаспай жол тауып барған күннің өзінде де аман қайтуы екі талаяу. Ол аз кем үнсіз тұрып қалды. Қабағы қатулы. Қою қастарын бір-екі қосып жазып алды да, жиналыңдар тез. Өмекей де жетсін деді. Ақ үйдің ағаш есігін тез ашып, ішке кірді. Ортада сытыр-сытыр етіп сексеуіл жанып жатыр.
Ол шөкелей отырды да түтінсіз жанып жатқан жуан сексеуілді бір-біріне қағыстырып жіберіп, балуан саусақтарын жылуға тосты. Шынымен қартайғаным ба? Ақ қар, көк мұзда елді абыржытып, бала-шағаны суыққа тоңдырып. Көктемге шейін мені ешкім қуған жоқ еді ғой, азап айдады ма, ажал айдады ма? Қырсық мінезден не таптым? Шерәлінің несі кетті, күлген үстіне күліп жатыр дағы. Аманат баланың шешесі келгендей ме? Салт емес, қолында баласы да бар көрінеді-ау. Бейшара-ай. Үкітай қайда кетті екен? Шынымен Шерәлі ауылына ма? Бұл бала аман қайтса жақсы, мертігіп қайтса қайтып шыдарсың, тірі жанбыз ғой. Шерәлі екеуміздің арамызда дау жүреді, енді кеп сойыл араласпақ па? Ол қашан бітпек, кімді кім жеңбек? О, Алла! Әлде баламның айтып жүргені жөн бе екен? Не ел боламыз, не жер боламыз деп отырып алсам, мынау шуылдап жүрген жұрт мені жалғыз тастамайтын еді ғой. Әке-шешемнің сүйегі жатқан атамекеннен безіп, ол аз болғандай қыс ішінде үдере көшіп. Әсте, қартайған шығармын, осы не болды, Байеке-ау? Отбасында отырғаның қалай? Деген бәйбішесінің үні оның ойын бөліп жіберді. Ол жаймен басын көтеріп, жартысы жанып біткен сексеуілдерді жоғары ысырды да орнынан тұрды. Үкітайдың жайын бәйбіше білмейді. Бір жақты болғанша оған естіртпеңдер деген өзі. Ортаншы ұлы құдыққа түсіп қайтыс болғаннан бері уайымшыл боп біткен. Балалары көз алдында жүрмесе көмейінен ас өтіп, кірпігі айқаспайды. Жай ғой, деді Доскей баяу үнмен. Мал жайын байқап келейінші. Сүт пісірімдей уақыт ішінде Өмекей бастаған 10 шақты жігіт атқа қонып, Шерәлі ауылына суыт жүріп кетті. Өмекей деген Доскей оның тізгінін ұстап тұрып, есің бар ғой, жігіттерді күшке жіберме. Онымен ештеңе өнбейді. Көшпей тұрғанда бір сәрі, енді керегі жоқ. Үкітайды қуып жетіңдер. Ашуынан қайтсын. Көнбесе байлап алып келіңдер. Қалғанын өзім сөйлесем. Ал жолдарың болсын. Топты Өмекей бастағанмен жол бастаушы Салық Сақау. Құдай қырсығына алып қақтығыса кетерсін сәт туса, оның қайрат көрсетіп, жағадан ұстасары шамалы, бірақ боранды далада одан асар жер танығыш ешкім жоқ. Алдын күні Қабантауға жұрт үдері көтерілгенде де көштің алдын осы бастаған. Бастарыңды бұға бермей, тыңдай жүріңдер деп қояды Өмекей жол бастаушының соңынан үнсіз желіп келе жатқан жігіттермен қапталдасып. Кім біледі, адасып кетті ме? Миза екен бұл жейден адаспайды, деді, Салық алаңдамай тез жүре берейік дегенді аңғартып. Ескі жұртқа соғайық. Жолымызда ғой. Бой жылытып алмасақ болмас, деді Өмекей кешке шыққан 10 жігіт сар желдіріп отырып, ескі жұртқа таң атқан мезгілде әрең жетті. Қарсыдан соққан қарлы боран ат үстіндегі жоқшылардың аяқ қолын қарыстырып, әбден титықтатып кетіпті. Қас қабаққа мұз қатып, ауыздағы түкірікке дейін мұздаған. Ескі жұрт көзге оттай ыстық басылды. Үйреніскен қора қопсының орнын көріп, иісін сезген жылқылар оқыранысып сала берді. Жігіттер аттан түсіп, ескі тамға кіргенде Салық жылқышы табалдырықты тәуетіп, жайықтық деп кемсеңдей жөнелді. Мизакемнің отау үйі еді ғой. Талай ие түйіне де шығып ием. Әлі өзгеймепті жайықтық. Ол ішкі үйге аяқ салды да сол бойы жансыз адамдай қалшиып тұрып, Өмеке деп шыңғыра айқайлап, есінен айырылғандай екі көзі алақандай боп шегіншектей берді. Не болды? Не көрдің сонша? Өмекей бір сұмдыққа тап болғандарын сезіп, ішке тұра ұмтылды. Сол сәтте көз алдындағы дүние қарауытып, жер шайқалғандай тәлтіректеп кетті. Үйдің қақ ортасында ақыреттей суық қара жерде үстінде жалғыз ғана жұқа көйлегі бар жансыз әйел жатты. Жігіттер лап қойды. Әйелдің денесі серейіп қатып қалыпты. Астапыралла, бұл нағылған әйел. Көйлекшең жатқаны несі? Иесі жұртқа неғып келген деп абыр-сабыр боп жатқанда, өзгелерді киіп жарып ортаға Өмекейде үңілді. Сорың құрғырай, деді сыбырлап, еріксіз сорғалаған көз жасын орамалымен сүртіп, жұртта қалған соң үйіне жете алмайтынын білген екен ғой. Бейшара. Танушы ма едіңіз? Танимын, алдың күні сыртынан көргем. Аманат баланың анасы ғой. Обал дағай. Бейшара-ай. Өмекейдің есіне әлдене түскендей селт етіп, жігіттерге үрейлене қарады. Қолында нәрестесі бар еді ғой. Қарбаласып жүріп ешкім байқамапты, төргі күңгірт бұрышта әлдене қараяды. Салық жылқышы өзгелерден бұрын ентелей жетіп, қарайған нәрсені қолына көтеріп алды.
Нә есте ғой мынау. Өмеке-ау, нә есте ғой. Садаған кетейін-ай. Анасы байлық киімін шешіп бояп тастапты. О, бейшай-ай. Екеуі де жүйітті өліпті-ау. Ол нәрестені ораған киім-кешекке маңдайын тигізіп, дауыс шығарып еңкілдеп жылады. Бәрі де көзіне жас алды. Салық жылағанын кенет шорт үзіп, үнсіз қалды. Аяз қақтап, жер беттенген қара қошқыл жүзіне қуаныш жүгіргендей айналасындағыларға бір қарап алды да, баланың бетін тез-тез аша бастады. Сүйінші, сүйінші. Өмеке. Бала тие екен. О, жайатқан, о құдиеті күшті құдай. Әні дем алып жатый. Қаяңшы пыс-пыс етеді. Салық жүгіріп кеп баланы Өмекейдің алдына тосты. Өмекей нәрестені қолына алып, бетіне үңілгенде, ол дабыр-дұбырдан талықсып жатқандықтан ба көзін болар-болмас бір ашты да қайта жұмды. Денесі жылы екен. Өмекей ауыр бір күрсінді. Құдайға шүкір, Құдайдың мұнысына да шүкір. Көрер күні бар екен де бейшараның. О, Алла, кеше көр. Не боп барады бұл? Енді жалғыз анасының да өлгені ме бейбақтың? О, Алла, о, Алла! Жұртта қалған ескі құсқы шүберекпен ана киіміне оралған кішкентай бір жүрек лүп-лүп соғып жатыр. Бір тіршілік үзіліп, бір тіршілік жалғасыпты, бір өмірдің жолында бір өмір құрбан бопты. Жамағайын Доскейдің айтқанынан шыға алмай көп ауылдың бірі боп, оның соңынан амалсыз ерген Өмекейдің көңілі 2-3 күннен бері мына жетім жұрттай құлазып жүрсе, аманат бала обалының бір ұшы өзінде жатқанын іштей мойындататын ауыр бір сезім жатса тұрса көкейінен бір кетпей, адамдық арын күн сайын түрткілеумен келгенді. О, баста жасаған қиянатымды қайтсем ақтаймын, қайтсем өтеймін деп іштей арпалысып, азапқа түсіп жүргенде бейбақ баланың соңғы тірегі, соңғы сүйеніші анасының жан түршігерлік өлімінің үстіне түсіп, қылмысына қылмыс қосылып, күнәсі ауырлай түскендей болды. Қолында жатқан шала жансар сәби мен жазда жалақ, қыста тулақ боп мал соңында жүрген аманат баланың бір кезде өзі жасаған қиянаттың бейкүнә құрбандары екенін, олардың әке-шешесінің өлімі де, өздерінің сөз жоқ қайғылы болашағы да, бір үйдің шаңырағының ортаға құлап, ойран болуы, бәрі де өзінен басталып, өзіне тірелгенін ол жақсы түсінді. Өздерінің ақ түтек боранда атқа қонған мақсаттары Үктайды іздеу болса да, жол жөнекей алдың күні жұртта қалған осы бір панасыз бейшараның күні не болғанын ойлап, жеткенше шыдамы таусылды. Ескі жұртқа соғайық, бой жылытып алмасақ болмас дегенде көкейіндегі шешпек болған түйткілі де осы еді. Сол түйткіл осылай шешіліп, ауылдан аттанып шыққанда жүрегінің алыс түкпірінде сумаңдаған сұп-су күдігі шынымен-ақ расқа айналды. Жаңа қыстаққа жаңа қоныс тепкен шағын ауылдың 5-6 адамы Қабантаудың басынан алғашқы мола қазып, бейтаныс бір әйелмен үйге жеткізгенше, шыдай алмай жолда жан тапсырған нәрестені қатар қойып жатқанын тұңғыш білсе де, олардың кім екенін сезген жоқ. Бар білетіні ұнжырғалары түсіп, күбір-күбір сөйлескен жұрттың өзіне әдеттен тыс жиі көз тастап, белгісіз бір аянышпен қарайтындары ғана. Ал анау ақсақ жылқышы елден ерекше неге жылап жүр? Шияғым-ай, үйге аман жеткенде адам боп кетейме, ең бала қып асыяп алаймын деп қуанып ем, бейшалай-ай деп сарнай беретіні несі? Туыстарының біреуі болған ау шамасы. Өмекей ағай менің басымнан неге сипайды, көзіндегі жасы несі? Шерәліні өлтірмек боп жалғыз кеткен Үкітай бір аяқ, бір қолын үстіп, өлімші халде адасып қайта келгенде де бұлай қобалжымап еді ғой. Бәрін ол кейін бір ай өткен соң білді. Құлындағы дауысы шығып шыңғырып жылағаны есінде. Жалаң аяқ, жалаң бас анасымен туғалы көрмеген інісінің бірі үлкен, бірі кіші моласына қарай шырылдап жүгіргені есінде. Қуғыншыларға қарасын көрсетпей молаға жетіп жығылғаны есінде. Ана моласының тас боп қатқан топырағын тырналап, саусағынан қан аққаны есінде. Артынан келген адамдардың көтеріп әкеп атқа отырғызғаны есінде. Әрі қарай не болғаны жадында жоқ. Арада бір жылдай өткен соң оның тұңғыш аты да Аманат аты да жойылып, Кеңкелес атанды. Кеңкелес бала. Кеңкелес ағай. Кеңкелес кісі. Талай жайлау ауысты, талай қыстақ қаңырап қалды. Мың жасайтын Шерәлі де өлді, дұшпанынан кек ала алмай, іштей тынып Доскейде көз жұмды. Екі атадан қалған екі бала әкелері тындырмағанды өздері тындырардай, өзекті жанға келмей қоймайтын өлім нақ бір бұларды айналып өтердей бір-біріне бұрынғыдан бетер өшіге түсті. Бірақ Кеңкелес үшін мына дүниеге құдық қазып, мал бағу, сәті түссе тоя тамақ ішіп, ұйқысы қанып оянудан басқа мақсатта, қызықта жоқ.
Өзгелер сияқты ол күлмейді, күлдірмейді, қымыз ішіп, қызара бөртіп жүргісі де, бозбала боп қызға қырындағысы да келмейді. Бұл мағынасыз тіршілік қашан бітеді? Қашан ел қатарлы мен де қатын алып, түтін түтетем деген сұрақ жапан далада жалғыз айлап жылдап жүрсе де санасына бірде-бір рет келген емес. Ол жағы ойына кіріп те шықпайды. Оған енді бәрібір. Дүние төңкерілсін, жер әлемді топан су қаптаса қаптай берсін, тек алдындағы бір үйір жылқы көзден таса болмаса, мал жайлаудан түскенде күні-түні қазатын 40 құлаш құдығы орнында тұрса болғаны. Марқұм әкесі сияқты төгілген терінің ақысында сұрамайды, қатын алып, нәресте сүйіп, молдаға бала оқытамын деп әуреленбейді. Тек Мырза екем оның кей уақытта Қабантауға барып, анасы мен інісінің моласын бір көріп қайтатынын білмесе, басқа не уайым бар. Кеңкелесі 31 жасында Үкітай ауылынан кетті. Ол есінен шықпайды ғой, қалай шықсын? Аласапыран көктемнің кезі еді. Кеңкелес жылқы бағып жүріп ат үстінде қалғып кетіпті. Кенет әлдекім, әй, тұңғыш деп айқайлағандай болды. Ол басын көтеріп алып жан-жағына қарады. Тірі жан жоқ. Қайта көз жұмды. Ойбай-ау, сен маған қарамайсың ғой. Танымай тұрмысың деген дауыстағы естілді. Анасының үні ғой. Қайдан естіліп тұр? Ол ұйқысын ашып, ерге жөнделіп отырды. Әдеттегідей құлағы шуға толып, басы айналды. Барайын. Шақырып тұр ғой. Ол ештеңеге алаңдаған жоқ, жылқы лағып кетер деп ойламады да, атқа қамшыны басып жіберіп, көш жердегі Қабантауға қарай шаба жөнелді. Қайтып келгенде жылқының бірінде таба алмады. Қас қарайып көз байланғанда ауылға келді. Тура Үктайдың есігінің алдына кеп аттан түсті. Ошақ басында жүрген қатын қалаштар шу етіп үйге тығылды. Сұмдық-ай, көзі қызарып, беті түтігіп кетіпті. Құс келетін кезде жындылық қозады деуші еді. Кеңкелес оларды өкшелеп кеп, босағаның сыртына тоқтады. Мырза екемді шақырыңдар деді гүр етіп. Осы кезде іштен Үктайдың өзі де шықты. Сен қайдан жүрсің, жылқы қайда нәлеті? Қорада, анау, шеткі қорада. Қамап қойдым. Бәрі түгел. Не деп тұрай, мына Кеңкелес? Жылқыны қораға қамағаны несі? Сенбесеңіз көріңіз. Бәрі түгел. Ол Үктайға қарап ыржия күлді. Үктайдың көзі аларып, бір-екі адым кейін шегінді де, шеткі қораға қарай жүгіре жөнелді. Артынша жер беттеніп қайтып келді. Жігіттер, жігіттер. Ұстаңдар, байлаңдар мына жындыны. Мырза, сенбейсіз бе? Жылқының бәрі түгел еді ғой. Жаңа ғана айдап кіргізгенмін. Бәрі түгел. Ойбай ғана Кеңкелес-ай. Бір үйір жылқы жоқ. Қайда құрттың бәрін, айтжаныңның барында. Сойып жедім. Түгел бәрін бірін қалдырмай. Кеңкелестің түсі бұзылып оған жақындай берді. Ашудан жарылып кетердей боп тартып жібергелі қамшысын көтере берген Үкітай оның кісі жерлік мына түрінен шошып, кейін ығыса берді. Осы кезде жігіттер де жетіп кеп, Кеңкелесті әп-сәттің ішінде байлап тастады. Жылқыны Шерәлі ауылының жігіттері барымталап кетіпті. Ол 3 күн бойы байлаулы жатты. Суға салынған қыл шылбыр әбден кеуіп, сүйік-сүйікті сындырып барады. Осы кезге шейін нәр татқан жоқ, есіктен бір адам бас сұғып қарамады. Есі жиылып қапты. Алдың күні не істеп, не қойғанын біле алмады. Бар білетіні жылқылардың жоғалғаны ғана. Байланғаны несі? Ұрмай ма? Сындырып бара жатқанын қарашы. Ұрған жақсы ғой. Тамақ берсін, сонан соң ұрсын, қанша ұрса да ұра берсін. Байлағаны несі? Ұрғаны жақсы еді-ау. Осы кезде іргенің киізі түріліп, ішке бозамық жарық түсті. Әй, Кеңкелес деді әлдекім сыбырлап. Қайның ашты ма? Ол дауыс шыққан жаққа мойнын бұрды. Сақау жылқышы екен. Деді тұңғыш, мен саған ет әкелдім. Сүйегі жоқ. Бір түйін қалдимай же. Әйтпесе, миза мені өлтие. Мақұл ма? Мақұл. Ол керегенің көзінен 2 кесек піскен еткі тастай салды да, ізім қайым жоқ болды. Тұңғыш аунап жүріп әзер жетті. Етті жеп бола бергенде сықырлап есік ашылды да, әлде кім лып беріп ішке кірді. Тұңғыш, қайдасың? Деді келген адам сыбырлап. Мұндамын, өзің кімсің?
Өмекеймін ғой. Жылқы табылды ма? Оны қайтпексің жазған. Табылғаны құрысын, ертең сені Үкітай ат құйрығына байламақшы. Ат құйрығына. Кеңкелестің көзі қарауытып кетті. Өзге білмесе де ат құйрығына байлап сүйреткеннің азабын ол жақсы біледі. Дүниеде адамға көрсетілер барлық жаза атаулының ішінде дәл осылай жан қинаудан өткен сұмдықтың жоқ екеніне бұл байғұстың былтырғы қыс көзі жеткен. Үйірден 14 бие бөлініп кетіп, өлігі табылғанда асау қара төбелдің құйрығына байланып, күн батқаннан ел ас су ішіп болғанша аппақ қардың тозаңын бұрқыратып, Тәңірдің тағы бір тәлкегіне айналмады ма? Онда шыбын жанды тек қар сақтап қалды ғой. Үйтіп қалған жаның да құрысын. 2 жеті бойы өлі мен тірінің арасында есеңгіреп жатты. Қазір ғой жер қара. Сүт пісірім сүйретілсе, бір жапырақ бейшараның құдай-ау, несі қалмақ? Онсыз да мұрнының ұшына кеп тіреліп тұрған жаны ауылды бір айналғаннан ақ шығып жүре береді ғой. Кеңкелестің денесі дірілдеп, көзі жасаурап кетті. Ат құйрығына байланасың деген сөз мірдің оғынан да қатты тиіп, күні бойғы денесін сығып өлтіріп бара жатқан кепкен қыл шылбырдың азабы жай әшейін ойыншық боп қалды. Енді не істейміз, Көкетай-ау? Өшір үніңді, жазған. Айқайлама, біреу-міреу естіп қойып жүрер. Қимылдамай жата тұр солай. Өмекей қонышынан пышақты суырып алып, қыл шылбырды бырт-бырт кесіп жіберді. Ал, кідірме. Қаш. Қайда? Басың ауған жаққа. Көкетай-ау, мырза екем өлтіреді ғой мені. Сорың құрғыр, қашып өлдің не, осында жатып өлдің не, бәрі бір. Енді бөгелме. Ал, Құдай жолыңды оңғарсын. Бұл тез. Кеңкелес өң мен түстің арасындағы адамдай мең-зең боп үнсіз тұрды да, кенет басын көтеріп, Өмекейге бір, даладағы меңіреу қараңғылыққа бір қараумен болды. Апырау, осы кісі неге мұны жақын тартады? 2 күншілік жерден неге іздеп келеді? Неге бар жақсылығын аямай тұр? Мұның да баяғы диуана кемпір сияқты шын әулие болғаны ма? Тұңғыш басын кетеріп, Өмекейге қарап тұрды да, мақұл деп күбір ете түсті. Әп бәрекелді, Алла тілеуіңді берсін. Иманды бол деңіз. Тұңғыштың өз өтенінде әке-шешесіне Құран оқытып болған соң Өмекей осы ауылдан бір ат сатып алып, қатқақпен біраз жол ұтып қалайық деп таң қараңғысында екеуі жүріп кеткен. Таң атқанша көз ілмей шықса да уәде бұзбаймын деп борша боп терлегенін, жамбасының шым-шым етіп қайта біз сұға бастағанда елемей, нәр сызбаған бойы сағырдан жерден ақымды моланы сәскеге дейін қазып бітірем деп, әбден титықтаған тұңғыштың беті қайтқан сарыба қайта құтырып, түнемеге сандырақтап шықты. Бұдан әрі кешіге беруге ауылдан жаны тынбаған Өмекей сүйікшіні шидем шекпенмен қалың киіндіріп, атқа көтеріп мінгізгендей зорға отырғызып, әупіріммен әрең аттанғанды. Олар шығысқа қарай созылған қара жолмен қырқа басындағы қорым жанына жеткенде сүйікші атын тежеді. Зират жанынан өткендегі әдетімен Өмекейде тоқтап, дұға қылғандай күбір етіп, бетін сипап қойды. Бұл жерге тұңғыш талай келген, талай түнегенде. Алғаш қолына күрек алып қабір қазғанда бойын сұмдық үрей билеп, 1-2 ай бойы түсінен шошып оянып жүрген. Енді бәріне үйреніпті, тіпті қайтып оралмасы белгісіз жолға кетіп бара жатқанда, осы зираттар көзіне оттай басылып, көңіліне аянышты бір қимас сезім ұялатқандай. Адам тозаққа да үйренеді деген рас екен-ау, әйтпесе, қорымды қимау, қорымға бауыр басып, оның сұп-суық сұсты бейнесі көзге ыстық көрінуі деген ойға оғаш, құлаққа жат нәрсе ғой. Бұл қабірлердің көбісін осы қазған, оған бәрі таныс. Кім ақымда, кім лақытта жатыр, өзгені ұмытса да бұл есінде, тіпті, қай молада жатқан марқұмның артында қалған жанашыры берем деген уәдесін жұтып, ақырет парызын аттап кетті, ол да жадында. Жүрелік, кідіріп қалды қой деді Өмекей ақырын ғана. Сол жаққа сүйегімді сүйретіп қайтемін. Тек, пәтшағар. Жол үстінде олай деме. Жүр тез. Сүйекші тізгінді босатып, болар-болмас тебінгенде Өмекейдің мініскер аты ілгері қозғала берді. Артта мұнартып кішкентай қала жатыр. Тұңғыш алғаш келгенде келдің екен-ау деп селт етпеген қала, енді кеттің екен-ау деп елең еткен жоқ. Белгісіз жақтан белгісіз боп келіп еді, белгісіз боп кетіп барады. Бұл жоқ болса да таңның атысы, күннің батысы бір тынбайтын күйбең тіршілік тоқтап қалмайды. Олар мұнсыз да туып, мұнсыз да өмір сүріп, мұнсыз да дүние сала береді. 2 жолаушы 2 күншілік жолды 3 күн жүріп, түс ауа бергенде ойпаңда жатқан ауыл қарасын көрді.
Кеше түскен қырбық қар ой-қырдың бәрін біркелкі ақ шаршыға орапты. Әрбір үйдің төбесінен шыққан түтін тымық ауада оқтаудай тіп-тік көтеріліп, құс ұшар биіктікке жеткен соң тай қазандағы суға тамған бір тамшы қандай бірте-бірте сұйылып, әлдеқайда ғайып боп жатыр. Туған жер. Құл болсаң да, тұл болсаң да кір жуып, кіндік кескен топырақ. Екі атты жолдың төбеден төмен құлар шетіне кеп тоқтады. Ана ол қарауытқан тауды көрдің бе? Сол Қабан тау. Есіңде шығар, баяғыда ауа көшіп барып едік қой. Онда сенің анаң мен інің жатыр. Үйге жетіп бел шешкен соң сонда барып Құран оқимыз. Ал мына біз отырған ауыл, қай ауыл, танисың ба? Тоңғыш жауап қатпады. Байғұс-ау, шынымен танымай тұрмысың? Бұл өзің өскен жер ғой, Шерәлінің ауылы. Қазір олар Қабантауға көшкен. Таныдың ба енді? Неге үндемейсің, айтсаңшы? Өмекей сүйікшіге қарағанда оның көзінен парлап тұрған жасты көрді. Қой, жылама. Қайғыны да, қуанышты да жыламай көтеру керек. Міне, өз туған жеріңе келдің. Баяғыда бір білместік өтсе өткен шығар, басы жұмыр пенде емес пе бәрі де. Мені саған Үктайдың өзі жіберіп отыр, енді бәрін ұмыт. Құдай қаласа өз алдыңа түнтетіп, өтем боласың. Әйел әпереміз. Бала сүйесің. Сонан соң шеккен азап, көрген қорлық естен шығып, ел қатарына қосыласың да кетесің. Әйел алғың келеме өзіңнің? Ей, жылай бермей айтсаңшы, тілің байланып қалғаннан сау ма? Өмекей оны сергітпек боп иығынан түртіп қалғанда тұңғыш аттан гүрс етіп құлап түсті. Өй, саған не болған? Ол қарғып түсіп сүйекшінің басын көтерді. Сол кезде оның аларған жансыз көзін көріп, жуан шүберектей боп-боз боп, орнынан қалшылдай көтерілді. Қу Құдай, деді Өмекей оның жас жуған жүзіне қарап тұрып, соқыр Құдай. Бұл байғұсты аманат боп жүргенде неге алмадың, диуана боп итке таланып жүргенде неге көрмедің, қарақшылардың қолынан неге өлтірмедің, сүйекші боп мола қазып жүргенде неге алмадың? Енді бұл бейшараға бір жақсылық жасайықшы дегенде қолымыздан кеп жұлдың да кеттің. О, опасыз жалған. Тұңғыштың хабары шыққанда қайтсем де жеткіземін деп аттанған Өмекей ауылға оның сүйегін әкелді. Сырқатының беті бері қарап, далаға кіріп шығуға жарап қалған Үктай Өмекейдің аузынан бұл сөзді естігенде не дейді деп сақалы шошаң ете түсті. Ол қайда? Қамыс қораның ішінде. Үктай жайлап басып барып, қамыс қорада жатқан өліктің бетін ашты. Баяғы аманат бала. Әкесінен айнымай қапты. Бейшараның жүзінде реніш те жоқ, қапа да жоқ, талықсып ұйықтап кеткен адамдай жайбарақат жатыр. Иманды бол, пақыр. Жігіттерге айт, алсынбай шешесі мен інісінің қасына, Қабантауға апарып жерлесін. Алыстан кеп қалар деп күттіретін ағайын туысы жоқ тұңғыштың сүйегін ауыл кісілері ертесіне сәскеде шығарды. Оның өліміне ешкім жылаған жоқ. Өмірге өзі қалай тыныш келсе, солай ың-шыңсыз тыныш аттанды. Тек қабіріне топырақ үйіп болғанда күтпеген жерден Өмекей ғана өкіріп жылады. Оның неге бұлай жылағанын былайғы жұрт түсінген.
Озбыр болсаң бір кезде біреуге жасаған озбырлығыңды өмір бақи еске алмай-ақ ғұмырыңа өзіңше көңілің толып тып-тыныш о дүниеңе аттана берсең, пәленше өйтпеді-ау деп былайғы жұрт күңкілдесе де көзіне айтпайды. Өйткені сен әлдісің, әлсіздің күңкілін құлағың естісе де көңіліңе құйғың келмейді. Өзіңнің озбыр болғаныңды олардың күңкілінсіз ақ білгенсің. Енді өлеріңнің алдында тәубеге келген боп мүләйімсімей-ақ, асқақ басыңды имеген күйі түк сезбегендей өтуден басқа амалың да жоқ. Бұ жалғанда жапа шеккен шерменде мен мүсәпірлер аз ба, олардың қайсыбірін ойлайсың, қайсыбіріне жақсылық жасап жарылқайсың, олардың бәріне жаның ашса, өзің де шерменденің біреуі боп шыға келмейсің бе? Өмекей бұл жайлы толғанған, ойлаған сайын шаншудай қадалатын сол бір оқиғаны да, өлі тірісі беймәлім аманат баланы да ұмытпақ боп талай тырысқан, тіпті ұмыттым деп өзін өзі алдағанда. Бірақ, сол қиянатының перезіден кейін жаңғырған қырсық жарадай ұмыттым-ау деген шағында қайта тіріліп, оның азабы барған сайын ұлғайып келе жатқанын сезді. Осының бәрін ол өзінен көріп, ырымшылдығым, уайысшылдығым шығар. Әсте сырқат Үкітай олай-бұлай боп кетсе, ел басқара алмаспын деп жүргенде Үкітай аузынан аманат бала жайлы көңіл толқытар күтпеген сөз естіп, таңданып тұрып қалды. Асарын асап, жасарын жасаған болыс сол бір бейбақты санаулы демі қалғандықтан еске алды ма, әлде төрт ұлының төрт төмпек болғанын зәбір көрген мүсәпірлердің көз жасы ау деп ойлады ма, әйтеуір сол бір жетімді өзі сияқты оның да ұмытпағанына Өмекей жүрегі жарыла қуанып, ат аяғы жетер жердің бәріне құлақ қағыс қып, іздеу салдыртты. Өлдіге санап жүрген аманат баланы ақыры тапты, тапқанына қуанып өзі құстай ұшып жетіп еді. Ол қуанышы үндемес сүйекшінің мынадай әуселесін көрген соң су сепкендей басылды. Енді оған пенде атаулының жақсылығы да, рахымы да қажет емес, тіпті мені қалай таптыңыз деп сұраған да жоқ. Сонан соң Өмекей өз жігіттерінің ойда жоқта бір ноғай сүйекшіге кезігіп қап, жылы хабардың ұшын естігеннен кейін нобайлап осы жерге 2 күн жүріп жеткенін айтқан да жоқ. Маналы бері өзіне сүзіле қарап, үнсіз отырған тұңғыш кенет орнынан ұшып тұрып, іргеде жатқан ұрының мылтығындай қып-қысқа сүймен темірді қолына алды. Сүйекшінің бұл қимылынан шошып кеткен Өмекей де қоса түрегелді. Не болды, байғұс-ау, мұның қалай? Кеше уәде беріп ем. Ұмытып барады екенмін. Ол не уәде? Кіндік бойы қазып қойғам. Сәскеге дейін бітіруім керек. Бір қой берем деп еді. Бір қой емес, қалағаныңды берейін, менімен бірге жүр. Жоқ, уәде бергем, әруақ антын бұзбаймын. Ендеше ертең жүр. Ол болмайды дегендей басын шайқады. Ертең Құран оқытуым керек. Өмекей үнсіз қалды. Әлден соң барып, онда күте тұрайын. Елге барған соң әке-шешеңе ас бергіземін, жүресің бе бірге? Деді. Ас дейсіз бе? Иә, тұңғыш не деп жауап берерін білмей төмен қарап көп тұрды. Апырау, осы кісі неге мұны жақын тартады? 2 күншілік жерден неге іздеп келеді? Неге бар жақсылығын аямай тұр? Мұның да баяғы диуана кемпір сияқты шын әулие болғаны ма? Тұңғыш басын кетеріп, Өмекейге қарап тұрды да, мақұл деп күбір ете түсті. Әп бәрекелді, Алла тілеуіңді берсін. Иманды бол деңіз. Тұңғыштың өз өтенінде әке-шешесіне Құран оқытып болған соң Өмекей осы ауылдан бір ат сатып алып, қатқақпен біраз жол ұтып қалайық деп таң қараңғысында екеуі жүріп кеткен. Таң атқанша көз ілмей шықса да уәде бұзбаймын деп борша боп терлегенін, жамбасының шым-шым етіп қайта біз сұға бастағанда елемей, нәр сызбаған бойы сағырдан жерден ақымды моланы сәскеге дейін қазып бітірем деп әбден титықтаған тұңғыштың беті қайтқан сарыба қайта құтырып, түнемеге сандырақтап шықты. Бұдан әрі кешіге беруге ауылдан жаны тынбаған Өмекей сүйекшіні шидем шекпенмен қалың киіндіріп, атқа көтеріп мінгізгендей зорға отырғызып, әупіріммен әрең аттанғанды. Олар шығысқа қарай созылған қара жолмен қырқа басындағы қорым жанына жеткенде сүйекші атын тежеді. Зират жанынан өткендегі әдетімен Өмекейде тоқтап, дұға қылғандай күбір етіп, бетін сипап қойды. Бұл жерге тұңғыш талай келген, талай түнегенде. Алғаш қолына күрек алып қабір қазғанда бойын сұмдық үрей билеп, 1-2 ай бойы түсінен шошып оянып жүрген. Енді бәріне үйреніпті, тіпті қайтып оралар-оралмасы белгісіз жолға кетіп бара жатқанда, осы зираттар көзіне оттай басылып, көңіліне аянышты бір қимас сезім ұялатқандай. Адам тозаққа да үйренеді деген рас екен-ау, әйтпесе, қорымды қимау, қорымға бауыр басып, оның сұп-суық сұсты бейнесі көзге ыстық көрінуі деген ойға оғаш, құлаққа жат нәрсе ғой. Бұл қабірлердің көбісін осы қазған, оған бәрі таныс.
Кім ақында, кім лақытта жатыр, өзгені ұмытса да бұл есінде, тіпті қай молада жатқан марқұмның артында қалған жанашыры берем деген уәдесін жұтып, ақырет парызын аттап кетті, ол да жадында. Жүрелік кідіріп қалды қой, деді Өмекей ақырын ғана. Сол жаққа сүйегімді сүйретіп қайтемін. Тек, пәтшағар, жол үстінде олай деме. Жүр тез. Сүйекші тізгінді босатып, болар-болмас тебінгенде Өмекейдің мініскер аты ілгері қозғала берді. Артта мұнартып кішкентай қала жатыр. Тұңғыш алғаш келгенде келдің екен-ау деп селт етпеген қала, енді кеттің екен-ау деп елең еткен жоқ. Белгісіз жақтан белгісіз боп келіп еді, белгісіз боп кетіп барады. Бұл жоқ болса да таңның атысы, күннің батысы бір тынбайтын күйбең тіршілік тоқтап қалмайды. Олар мұнсыз да туып, мұнсыз да өмір сүріп, мұнсыз да дүние сала береді. Екі жолаушы екі күншілік жолды 3 күн жүріп, түс ауа бергенде ойпаңда жатқан ауыл қарасын көрді. Кеше түскен қырбық қар ой қырдың бәрін біркелкі ақ шаршыға орапты. Әрбір үйдің төбесінен шыққан түтін тымық ауада оқтаудай тіп-тік көтеріліп, құс ұшар биіктікке жеткен соң тай қазандағы суға тамған бір тамшы қандай бірте-бірте сұйылып, әлдеқайда ғайып боп жатыр. Туған жер. Құл болсаң да, тұл болсаң да кір жуып, кіндік кескен топырақ. Екі атты жолдың төбеден төмен құлар шетіне кеп тоқтады. Ана ол қарауытқан тауды көрдің бе? Сол Қабантау. Есіңде шығар, баяғыда ауа көшіп барып едік қой. Онда сенің анаң мен інің жатыр. Үйге жетіп бел шешкен соң сонда барып Құран оқимыз. Ал мына біз отырған ауыл, қай ауыл, танисың ба? Тұңғыш жауап қатпады. Байғұс-ау, шынымен танымай тұрмысың? Бұл өзің өскен жер ғой, Шерәлінің ауылы. Қазір олар Қабантауға көшкен. Таныдың ба енді? Неге үндемейсің, айтсаңшы? Өмекей сүйекшіге қарағанда оның көзінен парлап тұрған жасты көрді. Қой, жылама. Қайғыны да, қуанышты да жыламай көтеру керек. Міне, өз туған жеріңе келдің. Баяғыда бір білместік өтсе өткен шығар, басы жұмыр пенде емес пе бәрі де. Мені саған Үктайдың өзі жіберіп отыр, енді бәрін ұмыт. Құдай қаласа өз алдыңа түнтетіп, өтем боласың. Әйел әпереміз. Бала сүйесің. Сонан соң шеккен азап, көрген қорлық естен шығып, ел қатарына қосыласың да кетесің. Әйел алғың келеме өзіңнің? Ей, жылай бермей айтсаңшы, тілің байланып қалғаннан сау ма? Өмекей оны сергітпек боп иығынан түртіп қалғанда тұңғыш аттан гүрс етіп құлап түсті. Өй, саған не болған? Ол қарғып түсіп сүйекшінің басын көтерді. Сол кезде оның аларған жансыз көзін көріп, жуан шүберектей боп-боз боп, орнынан қалшылдай көтерілді. Қу Құдай, деді Өмекей оның жас жуған жүзіне қарап тұрып, соқыр Құдай. Бұл байғұсты аманат боп жүргенде неге алмадың, диуана боп итке таланып жүргенде неге көрмедің, қарақшылардың қолынан неге өлтірмедің, сүйекші боп мола қазып жүргенде неге алмадың? Енді бұл бейшараға бір жақсылық жасайықшы дегенде қолымыздан кеп жылдың да кеттің. Опасыз жалған. Тұңғыштың хабары шыққанда қайтсем де жеткіземін деп аттанған Өмекей ауылға оның сүйегін әкелді. Сырқатының беті бері қарап, далаға кіріп шығуға жарап қалған Үктай Өмекейдің аузынан бұл сөзді естігенде не дейді деп сақалы шошаң ете түсті. Ол қайда? Қамыс қораның ішінде. Үктай жайлап басып барып, қамыс қорада жатқан өліктің бетін ашты. Баяғы аманат бала. Әкесінен айнымай қапты. Бейшараның жүзінде реніш те жоқ, қапа да жоқ, талықсып ұйықтап кеткен адамдай жайбарақат жатыр. Иманды бол, пақыр. Жігіттерге айт, алсынбай шешесі мен інісінің қасына, Қабантауға апарып жерлесін. Алыстан кеп қалар деп күттіретін ағайын туысы жоқ тұңғыштың сүйегін ауыл кісілері ертесіне сәскеде шығарды. Оның өліміне ешкім жылаған жоқ. Өмірге өзі қалай тыныш келсе, солай ың-шыңсыз тыныш аттанды. Тек қабіріне топырақ үйіп болғанда күтпеген жерден Өмекей ғана өкіріп жылады. Оның неге бұлай жылағанын былайғы жұрт түсінген жоқ.